Армысыздар, тікелей эфирде астарлы ақиқат, сіздермен бірге Дина Төлепберген. Құмарлық үшін қырып тастауға дайын. Абайлаңыз, лудамандар жаныңызда жүр. Олар ақша үшін ештеңеден тайынбайды. Тұңғыш рет астарлы ақиқатта лудаманмен эксклюзивті сұхбат. Қазір мен бұл өмірде болатын бедім, болмайтын бедім. Бар мүлкін құмар ойынға айырбастаған кейіпкеріміз ауруынан айықты ма? Бәрібір жүректің түбінде бар бұл. Лудомания атақты әншілерде аямады. Я мен құмар ойынына. Миың істемей қалады ғой, жалпы айтқан кезде. Айтып олыңызға қалыспай қалады. Енді сіз құмар ойынның құрсауына кеткен туысыңызды соттай аласыз. Құмар ойындарға тәуелді деп есептейтін адамдар өздеріне шектеу қоя алмайды. Сондықтан біз министрлік тарапынан осындай шешім қабылдадық. Жаңа заң лудоманияға тұсау бола ма? Сіздің туысыңыз казино бәсті көдесе ішкен асын жерге қояма. Құмар ойының кесірінен бар дүниесінен айырылып, қарызға батып, берекеңізді қашырды ма? Онда туысыңызды соттаңыз. Мәдениет министрлігі бекіткен жаңа заң осылай дейді. Қоғамда қызу талқыланып жатқан бұл өзгерістер жөнінде бүгінгі бағдарламада айтатын боламыз. Алдымен лудомания дегеніміз не? Осы сұраққа жауап берейік. 1970 жылдары Англия кинотеатрларына жаппай жабылу қаупі төнді. Мұның себебі кино көретіндер қатарының күрт сиреп кетуінде. Есесіне ойын автоматтарына құмартушылар қатары қатты артты. Ғалымдар бұл тәуелділікке лудомания деген ат берді. Лудоман құмар ойынға ессіз тәуелді жан. Оны ойыннан өзге еш нәрсе қызықтырмайды. Манияның етегінде кеткен ол бәрін құрбандыққа шалуға дайын. Мәселен, үй, көлік, ақша, тіпті адам өмірін. Ich will einen Tournament spielen! Das war ein Spiel! 2018 жыл Шымкент қаласы. Дота ойыны үшін бір отбасыны түгелдей өлтірген лудоман ұсталды. Досының компьютеріне қызыққан қылмыскер оның үйіне ұрлыққа түскен. Сөйтіп досын үстелдің аяғымен анасын кастетпен буындырса, үйдің кенжесін тұншықтырып өлтіреді. 2013 жыл Украина. 11 жастағы Сашко Фокинге компьютер монстр деген лақап ат берілді. Себебі бала компьютер ойындарынсыз өмір сүре алман. Виртуалды әлемге енген кезде ол тамақтану керектігін ұмытатын. Кедергі келтіруге тырысқан кез келген жанды аямайтын, тіпті анасын да. Кейіннен Сашкода ақыл ес дамуының тежелуі, артық салмақ байқала бастады. Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет. 2017 жыл Мәскеу. Құмар ойына ессіз берілген геймер көрші бөлмедегі әкесінің өлігін 3 күннен кейін бірақ байқаған. Денесінің иісі шыққан соң ғана 3 күн бойы ол компьютер экранына телміріп отырған. Статистикаға сүйенсек, лудоман өзін ғана емес, артынан 17 адамды былыққа батырады. Патологиялық дерттің құрбандарының 35% ажырасса, 40% өзіне қол жұмсайды екен. Бүгін біздің студиямызға осы бір сұмдық дерт, яғни лудоманияны өзінің басынан өткерген кейіпкеріміздің бірі келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Сіз өзіңіздің аты жөніңізді атамауды өтіндіңіз. Қалай десем болады сізге жалпы? Самат десеңіз болады. Самат, жасыңыз қаншада? 34-те. Самат, айтыңызшы, осы бір лудомания дертімен қанша жыл бойы сіз күресіп келесіз? Енді ойын құмарлық дейді ғой негізі. Сіздер лудомания деп атсыздар ғой. Негізі ойын құмарлық, букмекерскийлерге ставка. Сол күресіп келе жатқаныма енді қазір 3 жыл болды, ешқандай ойын ойнамаймын, ешқандай қарызым жоқ. Енді аздап қана кредитім қалды. Қазір тазамын.
Жалпы мынау осы бір құмарлықтың шектен шығып бара жатқанын қашан және қалай түсіндіңіз? А, Әлде біреу сізге соны ескертіп? жоқ, кейіннен шыны керек, қарызым көбейді, жұмыс жасап жүргенде айлықты үйге апармадым. Сөйтіп жүрген кездері машинада сатылып кетті. Сосын банктерден кредит алдым. Соның бәрі жалғаса берді. Бірақ ешқашан ойын құмар адам өзін аурумын деп айтпайды. Ол өзін ауру екенін, ол кейін күштеп мен сияқты реабилитациялық орталықтарға апарып емделіп, кейін өзін сол жақта ол ауру екенін мойындайды. Рахмет. Сонымен кезінде азарт үшін азат өмірін қорқылған кейіпкеріміздің өткеніне қазір бірсыпыра көз жүгіртсек, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Мен осы жерге 2017-нің сентябрь айында әкем алып келген. Аты жөнін атамауды өтініп, бетін бүркілген бұл азамат лудаман. Ол кездер маған өте бір қиын кездер болды. Ойын әлемі, ол мен күні түні ұйықтасам, түсімде тұрсам, ойында. Бір кездері қарапайым электрик болып нәпақасын тапқан бұл азамат азарттың құрбаны боламын деп ойламаса керек. Алғашында автоматқа аз кем тиын төбен салып, ақшасын еселепті. Бірақ бұл қуанышы көпке созылмаған. Кішкентай жеңістің соңы жеңілістер сериясына ұласады. Бірақ сол кездің бәрінде сол игровой автоматты ойнап жүрдім шыны керек. Ол кезде Алматыда қай остановкада болмаса игровой автомат болатын. Автоматтан басталған азарт ол үшін аздық еткендей. Көп тіксем, көп ұтам деген жалған үміт оны казинодан бірақ шығарады. Машинамды сатып жіберіп, 800 мың теңге ұтылдым. 800 мың теңге. Сол ең үлкен суммам болды маған, шыны керек, мен көпірден секіргім келіп шынын айту керек. Ондай ойлар бір емес, бірнеше рет болды. Құмар ойының қызығына батқан жанды әкесі оңалту орталығына апарып жатқызады. Әрине, еркінен тыс, кейіпкеріміз сол кезде Асқар тауына қатты ренжігенін айтады. Ал енді алғысы шексіз. Биыл 35 жасқа толған ол ауруынан құлан таза айыққанына сенеді. Негізі ол нәрселердің бәрін ұмыттым, бірақ енді ол бәрібір жүректің түбінде бар ол. Самат, жалпы енді шын мәнінде құлан таза айықтыңыз дегенге барлығымызда сенгіміз келеді. Бүгін бізде осы бір саланың маманы келіп отыр. Айтыңызшы, егер ресми статистикаға сүйенетін болсақ, елімізде 11 лудаман бар екен. Ал өмірдегі шын жағдай қалай? Шын жағдай 11 лудаман елімізде статистикада. Бұл өтірік мәліметтер. Себебі шын жағдай әлде қайда жоғары. Қаншалықты жоғары деп білесіз? 1000 есе жоғары. Кемінде 1000 есе жоғары. Міне, жаныңызда отырған кейіпкеріміз айықтым деп сенгім келеді деп айтып жатыр. Жалпы айығу мүмкін бе? Бұл лудомания біріншіден былай айта кетейік, ойынға құмар адамдарды лудоман дейді. Басқа тілмен айтқанда аддикция. Аддикция дегеніміз көне Римде құлдардың мойнына табличка ілетін, аддиктум деп. Ол деген сөз, бұл құл сатылды. Бұның толық құжаттардың бұның иесі бар деп. То есть ойынға құлшылық ететін. Ойынның құлы болып кеткен. Құлы болып кеткен адамдарды ал сол лудамандар адам өміріне қауіпті ме? Бұл сұраққа жауап бермес бұрын мынау 2016 жылы Қапшағайдың казиноларының бірінде түсірілген видеоны қайта назарларыңызға көрсеткім келіп отыр. Бақытбек Есентаевтың төбелесіп жатқан видеосы интернет желісіне тараған болатын. Қазір бір сәт көрейікші.
Айтыңызшы, бұл лудоманияның белгісі ме, әлде басқаша түсінуімізге де бола ма? Лудоманияның белгісі, бірақ нақты лудоман деп айтамаймыз бұл кісіні. Демек, лудомандар бұл адамға қауіп төндіреді ме? Қауіп төндіреді. Ал қай жағдайда оның қауіп төндіретін немесе қауіпсіз екендігін біз ажырата аламыз? Лудоман уже түгел ұтылатын ақшасын ұтылып, қарызға батып, ақшаны табамайтын кезінде қылмысқа барады. Сол кезде қауіп төнуі мүмкін. Түсінікті. Ақшасы жоқ кезде ол қауіпті дейсіз ғой, иә? Ақшасы бар кезде ол әрине барады, мынау казино немесе құмар ойынға барады. Біз көбінесе еркектер жөнінде айтып жатармыз. Ал әйелдер бар ма, Айгүл ханым? Сіз өте жақсы талқылап жатсыз. Қазір біздің ең қоғамда алаңдатып отқан жағымсыз жағдайлардың бірі азарттық азабы дейді. Соның бірі қазір көбінесе эмоциясы төмен, әлсіз адамдар барады. Әсіресе, дұрыс айтып кеттіңіз, әйел адамдар бейімде болады. Әсіресе Корея елі мен Қытай елі бейім болады, әйелдері. Өйткені неге? Олар қарап отырсаң, кішкентайынан бастап отбасымен карта ойнайды. Кинода қарапайым киносын сериалды алсақ та да. Жалпы ұяда не көрсең, ұшқанда соны аласың дейсіз. Иә, дұрыс айтасыз. Бала кезінен бастап психологиясына ол құмар бола бастайды. Психологиясы үйреніп қалады да, содан ләззат алып, рахаттанып отырады. Содан кейін сол азарттық ойынға картаға беріліш болады. Сіздің ойыңызша, мынау құмар ойынға құмартатын азаматтардың тәрбиесі мынау бала кезден басталады дейсіз ғой? Иә, бала кезінен басталады. Мен осы клубтың бастығымен естіп қалдым, сонда бір сұхбатында айта кеткен. 7-9 жастан бастап ата-аналар әкеліп отырады дейді. Не жағдайда әкеледі десем, үйлерінде телевизор жоқ дейді, компьютер жоқ дейді, содан көрсетуге әкеледі. Содан бастап бала сол ойынға қасында жан-жағында ойнап жатқан азартник үлкен жігіттерден бастап соған қарап қызыға бастайды. Содан баланың психологиясы бұзылады. 7-9-дан бастап баланың психологиясы әрнеге бейім келеді. Әнуар мырза, мінекей жаныңызда отыр. Бұрын мен өзім де лудоман болғанмын дейсіз, иә? Болғам кезінде. Қазір енді? Қазір құдайға шүкір бәрін қойып, кәсіпкерлікпен айналысыз. Кәсіпкерлікпен. Сөйтіп компьютерлік клуб аштыңыз. Иә. Дәл өз. Мысалы, жаңағы мен ғой айтқан компьютерлік клубта балалар жаңағы әке-шешелер алып келеді деп. Компьютерлік клубтан басталмай ма бәленің бәрі? Қалай ойлайсыз? Жоқ, менің ойымша ол дұрыс емес. Негізі адамға байланысты, окружение ортасына да байланысты. Өйткені, мысалы, кейбір балалар бар, жаңағы сабақ жасауға келеді. Кейбірлері бар, жаңағы просто мультик көрем дейді. Мысалы, үйінде интернет жоқ болып қалуы мүмкін, жұмыстарын істеуге, мүмкін ойын ойнауға. Баласы енді бірақ көпшілігі ойнау үшін келеді. Енді ойнау үшін де келеді. Сағатына қанша теңге? 400 теңге. Енді қараңызшы. Енді бір сағатпен шектелмейді ғой, айтыңызшы. Шектелген бір адам болды ма сіздің тарихыңызда? Негізі мынандай тарифтар бар бізде, мысалы 2+1 деген 800 теңгеге 2 сағаттықын алып, 3 сағат тегін. Это маркетинг дейді ғой, былайша айтқанда. Адамдар, конечно, кәсіпкерлік жағынан ол дұрыс. Тәулікке тастап кететін балаларың бар ма ата-аналар? Жоқ, ондай ата-аналар болмаған. Бірақ ата-аналардың өздері келіп ойнайды балалармен бірге. Кейбірлері бар, нені жаңағы PlayStation либо компьютерді арендаға алып кететіндер бар, үйіне баласын ойнатуға. Ондайлар да бар. Қандай ойындар ойнайды ол ішінде? Шахмат ойнаса, ол баланың мені өте пайдалы. Сіз неге шахмат ойынды ұсынбайсыз? Шахмат мен автор ретінде мен сізге ұсынарым. Автор ретінде, сіз шахмат ойын енгізсеңіз, жақсы болады. Қазақ балалардың психологиясы. Айгүл ханым, сонымен сіздің айтуыңызша, мынау компьютер клубтар қазір сол баланың санасын бұзып отыр, солай ма? Бұзып отыр. Мен ойлап отырмын, жаңа шахмат ойыны мысалы, соны қолданса, соны неге үйретпеске? Сол кезде баланың психологиясы өте пайдалы екен. Сондай клубтың қожайыны алдыңызда отыр ғой. Соны қолға. Қараңыз, біріншіден жыл сайын қазір киберспорт официальный не болды. Қандай ойындар болады? Киберспорт, Dota 2, Counter-Strike, Go дейді ғой, CSGO. Солар төбелестер, атыстар ғой, былайша айтқанда. Сол неде қазір олимпийский неге шықты уже уровеньға, былайша айтқанда. Рахмет, түсінікті, ол жағы Өмірқұл аға, сіз айтыңызшы, балаларыңызға рұқсат бересіз бе осындай компьютерлік ойындар ойнауға, немесе оның салдары кейін осындай бір дертке соқтыруы мүмкін бе сіздің ойыңызша? Мен балам енді үлкейіп қалған, баяғы өз уақытында әр нәрсе жаңағы сәнге айналады ғой, баяғы денди деген нәрселерден бастап келе жатты. Қазір менің балам енді институтта оқиды, көп естимін. PlayStation'де болдық, PlayStation'ден келдім деп айтып жатады. Апайдық жігіттер ойнайды. Мен де өзім барып бір рет ойнап көргем, бірақ
негізі уақыттан шектен тыс әр нәрсе адамның миын бұзады. Бар нәрсені уақытымен ойнау керек. Мүлдем ойнамау керек деп айта алмаймын, бірақ қатты кірісіп кетсе, оған адамның психологиясы да, адамның ой өрісі де соған ыңғайлы болса, ол әрі қарай дамып кетуі мүмкін. Самат мырза, сізде қалай басталып еді? Мынау бала кезіңізде сізде осындай бір компьютерлік клубқа барып, немесе осындай бір атыс шабыс ойындарын ойнап көрдіңіз бе? Біздің психологтың сөзімен келісесіз бе деген? Ол кісілерден білмедім, мен өз ойымды айтайын. Өзі адам туылғанда екі түрлі болып тұрады. Туылады. Біреуі зависимый, независимый дейді. Зависимый адамдар, ол жаңағы независимый адамдарға сіз ақшаны қалтасына салып беріп, казино барып ойна десеңізде, ол ойнамайды, қызықпайды өйткені ойынға. Ал зависимый адамдар, ол біреуі жаңағы футболға, біреуі жаңағы тауға шығуға, біреуі тенниске, спортқа, әр неге өзі бөлінеді жаңағы. Ал осылардың ішінде бір аздаған процент жаңағы именно ойынға кетеді. Неге сіз өзіңіз сондай тәуелді болып қалдыңыз сол бір жылдар? Енді бұл ауру енді бұны енді осыны... Отбасыңызда бір оқиға болды ма? Жоқ, бұны енді осы жақын арада осыны игромандарды, осыны құмар ойындарды мемлекеттік неден мойындап жатыр ғой, бұл жаңағы наркомандар, алкоголиктер сияқты, бұларда жаңағы не аурат деп осындай. Енді бірақ бұдан емделеді бәрі. Соң отбасыңыз бар ма қазіргі таңда? Жоқ, қазір отбасым жоқ. Дәл осы бір дерт, осының бәріне кедергі тұсау салып тастады деп айта аласыз ба? Айта аламын. Жалпы менің ойымша, біздің ауруымыз атаққа, абыройға, білімге тіпті баса назар аудармайтын сияқты. Өйткені міне, сіз шын айтқан кезде жоғарғы біліміңіз бар азаматсыз ғой, Екі жоғарғы білім. Екі жоғарғы білім. Десек те, құмар ойынға есіңіз кетті. Иә. Сіздің әлсіздігіңіз сондайға барып тұр ғой. Жоқ, мен өзім негізі шынына келгенде ол генмен передаваться етеді деп ойлаймын. Өйткені менің әкем ойынға құмар адам болған кезінде, соған маған да берілді деп ойлаймын. Мен де негізі құмар адам, мен негізі құмар адаммын. Ойынға да, жаңағы ставкаға да, бірақ мен өз құмарлығымды басқа жаққа бұрдым да. Мен келіспеймін, қан арқылы, жаңа сіз айтып отырсыз кезде, мен келіспеймін. Сіз қарап қасына қызыққансыз, оны әкеңіз қасыңызда алып жүрген сияқты, алып жүрген жоқ үйде соған қызыққан сияқтысыз. Әкем кетіп қалатын, есікті құлтап, мен үйде жалғыз отыратынмын шешеммен. Сосын енді мен қызыққаным 2012 жылы, 2011 жылы универге түскенде ортам тігетін болды менің универде. Бәрі ставка тігеміз, комнатадан жинап кетеді ақша. 2000-нан тігетте 30 ставка кеп беретін. Сөйтіп қызық болып кетті, қызығушылық пайда болды. Содан кейін кетті бір... Сонымен азарт атаққа, абыройға, талантқа қарамайды. Өкініш сол, әдемі әндермен миллиондардың жүрегінен орын алған әншілеріміздің арасында құмар ойының жетегінде кеткендер де аз емес екен. Ол олма. Бәс тігуге шақырып, Инстаграмда жарнама жасап жүргендері қаншама. Осы жөнінде сәлден соң. Эфирде астарлы ақиқат. Шығармашылықтан таппаған ләззатын құмар ойыннан іздеген танымал жандар көп ақ. Бірақ ел алдында ауруын жасырмай, айығу жолын іздегендер некен саяқ. Экранға назар аударайық. Өміріңдегі осы уақытқа дейінгі ең ірі ұтылыстың сомасын айта аласың ба? 200 мыңнан аса. 200 мың. Иә. Теңге? Жоқ. Доллар? Иә. 37 жасында 72 миллион теңге ұтылған Бағлан Абдраимов ойынға ессіз кіріп кеткенін көпшіліктен ұзақ уақыт жасырып жүрді. Айтуынша, құмар ойынға түсініксіз әуестігі осыдан 16 жыл бұрын басталған. Алматыға Әсет Бейсеновтың концертіне ме, соған келуіміз керек қой. Сөйтіп жүріп еркін екеуміз магазиннің ішінде автомат болып, сол автоматқа ойнап екеуміз өтіп қалдық. Дүкендегі қарапайым автоматтан басталған әуестік әншіні Қапшағайдағы қымбат казинодан бір-ақ шығарған. Осы Алматыдағы тіршілік болсын, немесе ағайын туыс болсын, дос жаран болсын, бүкіл осы тіршіліктің бәрінің доғарасында есілдердің бәрі, ойын бәрі сол жақта болып тұрады. Өйткені бұл миың істемей қалады ғой, жалпы айтқан кезде. Құмар ойынға беріліп, ми істемей қалған жалғыз Бағлан емес. Уағында Нұрлан Әміров те осындай дертке шалдыққанын айтып, елді шалқасынан сүрген. Иә, мен құмар ойын ойнадым. Иә, мен өте көп ұтылдым. Өте көп жұмсадым.
қазір менде ештеңе де жоқ, ешқандай бизнес те жоқ, жеке басымда үй де жоқ, жеке басымда машина де жоқ, көлік те жоқ, ештеңе жоқ. Ең алғашқы рет барған кезде мен үлкен ұтысқа ие болдым да, ол солай болады екен деп ойлаймын. Ең басында ең бірінші барып, мен 2000 теңге салып 9 миллион шығарып алғанмын. Алатаудай абыройын Алатайдай білдірген ішімдік пен құмар ойын дейді әнші. Бәрі жерде бәрі құрметтейді, келіңіз, ой, мен бір ол дейтін, мысалы, айтқан кезде, ашқан айтсақ, ол адам мен бірге бір рюмка ішеді тек қана. Оның қасында 5-6 адам бар. Білесіз ба? Ол каждый бір рюмка ішкен кезде қандай жағдай жатып қалсын. Мына көріністер оның өмірінен алынған сияқты, тек рөлдер ауысқан. Бұл бейбіттің 10 жыл бұрынғы от боп жүрген кезі. Шоқ қыздар деп ән салған әнші әуежайда біз біреуге жұдырық жұмсат деп айыпталып, бәрін шоқ қылған болатын. Одан кейін әнші казиноға салынып кетті деген қауесет те желде есті. Осы аптада бізге көрермендер бір ерекше бейнені алып келді, екеуміз бірге көрейік. Неге кеттің енді бөлек, неге алыса барамыз? Твофишен тадасың, тван бәткен ойатың. Motherfucking I'm a fan What? Sorry, brother. Ата сақалы аузына түскен Жүрсін аға Ерманов айтыстан қолы қалт етсе, казиноға атпасын бұрады екен. Карта ойнайын. Тағын ойнайын. Казиноға да барып тұрам. Мен мемлекеттік қызметкер емеспін, қолымда ақшам болса, қолым киім болса, бара салам. Оның ешкімнен жасырып жатқан жоқпын. Жылына неше мәрте барасыз? Мен санап отыр дейсің ба? Ал мемлекеттік қызметкер Рестрада королі Мейрамбек Беспаев футбол ойындарына бәс тігуден алдына жан салмайтын көрінеді. Кейде бір достармен отырған кезде бәйгеге тігіп қоямыз жаңағы. Тігіп аламыз, қырылыспай деп қоямыз. Оңай ақша табамын деп шат-шілекей шыққан біз білетін жұлдыздар осы. Мүрқалаға, өзіңізден сұрасам, жалпы осы айтылған ақпараттың растап немесе өтірікке шығара аласыз ба? Енді бірінші нәрсе мен барлығының қасында болған жоқпын, бірақ ел арасында Жүрсін ағаны да айтатынын білемін, Нұрлан Екібастан өзі айтып отыр, оны өтірік рас деудің не керегі бар, барлығын өздері айтып отыр. Енді өзіңіздің мәселеңізге келетін болсақ, кезінде сізде казинода көрінген кездеріңіз болыпты, иә? Мен осы жақында ғана менің бір интервьюім шыққан, сол арасында, әңгіме арасында айтқам, сол кішкене интернетке көбірек шығып кеткен сияқты. Сол мені енді ондай бір азарт болып кетті, казинода түнепті деуге келмейді. Менікі жасырын емес, мен ойнағанмын деп айтқанмын. 2005 жылдары, мен Талдықорғанға көшіп барған жылдары, мен 2002 жыл көшіп бардым. Сол 4-5 жылдары жаппай кафеге де, бильярдқа да, сол кезде бір мода болды, барлығымыз бильярдтан шықпайтынбыз. Соның екі жағының барлығы автомат болатын. Кірген кезде жарқырап, ананың барлығы тұратын. Біз сол кіріп отқан кезде бильярдтың ортасында, жағы аздап шай ішіп отқан ортасында біз осы автоматты ойнауды әдетке айналдырғанымыз жасырын емес. Мен көп ойнадым. Көп деген кезде енді жаңағыдай бір 100 мыңдап үй салып емес. Мысалы үшін кешегі интервьюімде де айтқанмын, 100 мың тойдан шықсам, мысалы үшін 5-10 мың теңгесін салып ойнайтынмын. Енді мәселен қараңыз, осы студияға келген өнердегі ініңіз Бағланның айтуынша 200 мың ақш долларын ол ұтылыпты. Өзіңіз есептеп көрдіңіз бе? Енді мен оны 5 мың, 10 мың. 5 мың, 10 мың, 15 мың. Бірақ енді әрине ол күн сайын бола беретін болса. Бола беруі мүмкін, тойдан кейін барамыз деген сияқты. Сонымен енді оны мен қатты шығын деп есептеген жоқпын. Ол мен жай көңіл көтеру ретінде ғана бардым. Ал кешегі интервьюімде айтқам. Көңіліңіз көтерілді ме сол кезде?
ол кезде қызық болды, уақыт өткізу болды. Мен жалпы азарттың адамы емеспін, неге десеңіздер, мен өзім көңіл көтеру үшін қалтамдағы ақшамды ұту үшін емес, мынау азарт ұту дегеннен басталатын сияқты меніңше. Ұту үшін емес, көңіл көтеру үшін қалтамда 10 000 теңге болса, 5 000 теңгесі егерде маған ол не жалко деймі, жаңағы не болмаса ойнауға болады. Ал кеше айттым, казиноға өмірімде бір-ақ рет барғанмын, $500 ақшамен бардым, бір дос балаларым барайық, көрейік, кішкене көңіл көтерейік дегесін барып көрдім. $300 вход, Бомбей, білесіз шығарсыздар, атағы шыққан недегі Қапшағайдағы көрініп тұрған, мен сол жерде бір-ақ рет болдым. Кешкі 9-дан ертеңіне 10-да шықтым мен. Мен сол кезде таң қалдым, уақыттың қалай тез өтетінін. Бірақ мен ойыннан көріп, маған ол жердегі тамақ, ішім жеу, жүру маған қызықтау болды да, мен көбіне сол тамақ жағында көп жүрдім. Бірақ $500 аяғына дейін бітіріп шықтым. Бірақ айтатын нәрсе, жаңа бір айттыңыз. $500 мен шектелдіңіз бе, әлде мынау көлік басқалар кетіп қалған жоқ па әйтеуір? Ондайға барған емес, одан кейін бармайды да шығармын. Жаңа айтқан бар, мен $300 салдым, $200 сол жерде мен өте белгілі үлкен білім ордасында істейтін мұғалім дос баламмен кездестім мен, танысыммен. Сол жерде ол бала менен $200 сұрап алды, сен ойнай алмайсың, бәрі ұтылып қаласың, маған бер, мен саған кейін қайтарып беремін деп сол ақшаны қайтарған жоқ. Жалпы сол $500 сол казинода қалды деп есептеуге болады. Мен одан кейін ол жерге барған жоқпын. Енді бармайды да шығармын деп ойлаймын. Бармаңыз. Енді қараңыз, ғалымдардың тағы да бір мынау дерегі бойынша бір адам 17 адамды өзінің соңынан тартуы мүмкін екен. Сізді тартқан кім деп сұрасам болады ма, немесе сіз біреу тартып жіберген жоқсыз ба осы? Жоқ, мен тартып жүрген жоқпын. Мен өзімді жаңағыдай деп ойлаймын. Жаңа айттым ғой, ортаға байланысты. Тамадалар, әншілер, бәріміз тойдан шығамыз, содан кейін кафеге барамыз, бильярдқа барамыз, сол жерде тұрады. Одан кейін менің досым ойнайды, мен қасында қарап тұрамын. Содан кейін мен екіншісін салам деген сияқты ғой, сондай. Жаңа казино туралы айтып отырмын, ол да менің жақын достарым. Одан кішкене мұрнына иісі баратын жігіттер, өмірқұл барайық дегеннен кейін барып көрдім. Оның ең бар нәрсесі әрі қарай алып кетпей, оны уақытында өзін тоқтата алу. Өзіңді тоқтата білу. Ал тарту демекші, букмекерлік кеңселерге бәс тігуді эстрада жұлдыздарының жарнамалаған көпшілігіміз білеміз. Соның бір мысалын қазір көрейікші бірге. Құрметті футбол сүйер қауым, әні-міне дегенше Чемпиондар лигасының 1/4 финалына да келіп жеттік. Өткен жылғы финалистер Ливерпуль командасы Портуды өз үйінде қабылдағалы жатыр. Және де сол күні Тоттенхэм мен Манчестер Сити кездеспек. Құрметті көрермендер, футболды тамашалап қана қоймай, парақшасына тіркеліңіздер, және бұл парақшаның сіздерге арналған 20 000 теңгелік ұтыстары бар екен. Ол үшін сіздер тек қана төмендегі тіркелесіздер. Сәттілік. Ай-яй-яй, чип-чип-чип, Осы бір жарнамасы арқылы Асхат Тарғын мырза құмар ойынға деген қызығушылығын халықтың оятып жатыр ма? Оятып жатыр. Әрине оятып жатыр. Көбінесе жаңағы жарнама арқылы лотерея бұзылады. Жарнама арқылы адамның психологиясы бұзылады. Адамның психологиясы қандай бейім болып келді, азарттық. Ол яғни эмоциялық тонустар төмен, және де ауырдың астымен жүріп, жеңілдің үстімен жүрем деп, жеңіл түрде ақша табам деген жалқау адамдар бейім келеді. Асхат Тарғынның бұл бір жарнамасын бір өз бауырларына жасаған қастандығы деп бағалайсыз ба? Әрине, оның барлығын неге жоққа шығаруға болмайды. Өйткені өнер адамы ең бірінші халықтың айнасы деп қараймыз, былай қараған кезде. Жастар оған қызығады, сол сияқты болғысы келеді, барлығы Мейрамбек болғысы келеді, біреу Асхат болғысы келеді, біреу Роза болғысы келеді, біреу Ақбота болғысы келеді деген сияқты. Сондықтан оның барлығы біз жастарға үлгі ретінде, баяғы сер сияқты қазіргі серлеріміз осы қазіргі өнер адамдар ғой. Бұл жерде біздің жігіттердің бір жаңағы қателесетін жеріміз ақшаға айналып келген кезде барлығы жарнамаға ақша төленеді. Кешегі айқай-шу болып жатқан лотереялардың барлығы да жарнаманың арқасында осындай дау-дамайға қалып жатыр. Сондықтан біздің өнер адамдары
барып барлығын саралап, саптап, барлығын дұрыс екенін көзін жеткізіп, содан кейін барып жарнама жасаса екен деп ойлаймыз. Бәрін құртып отырған ақша дейсіз ғой. Ақша. Оның барлығын жасырудың қажеті жоқ. Барлығы реклама үшін кішкене болсын, үлкен болсын, мысалы үшін ернарлардың 6 миллион деген аз ақша емес. Оны біздің кез келген жұмыс істеп жүрген адамдар жылдап таба алмауы мүмкін. Сондықтан соған қызығып ол реклама жасады. Қаншама адам сол лотереяны алып, енді ақшасыз отыр. Сол менің ойымша ең басты мәселе. Енді сол бізді көріп отырған қымбатты сол көрермендерімізге кезінде лотерея алғандарға сол ақша қайтарылып беріледі ме? Басты мәселе менің ойымша осында. Оны білмеймін. Мен жаңа да менен сұрап жатыр. Мен лотерея ойнатқанына қарсы емеспін. Ол әлемде ойнатылып жатқан нәрсе. Мен дұрыс ойнатылмауына қадағаламағандарына ренжулімін жігіттердің. Ал дұрыс ойнатылса, мен ол жағына шатағым жоқ. Ұтып атса біреу, неге 10 мың теңге беріп, неге біреулер... Менің ойымша құзырлы органдар, әсіресе мынау экономикалық қылмыстарды тергеу департаменті айналысады деген сеніміміз мол. Өйткені біз шын мәнінде бірнеше бағдарламамызды дәл осы тақырыпқа арнаған болатынбыз. Самат мырза, сізден сұрағым келіп отыр. Сіз осындай жұлдыздардың бір жарнамасын көргенсіз бе? Әсіресе кімдер жарнамалайды әсіресе? Жұлдыздарда шатағым жоқ мен. Шатағыңыз кімде бар? Мен бір нәрсені айтайын деп едім, сіздер талқылап жатсыздар жаңағы бірыңғай жұлдыздардың ойындарын. Жұлдызын жарқыратып. Негізі ең главный нәрсені үлкен қалаларға, шет жақтардан, ауыл жерден жоғары оқуына жас балдар оқуға түседі, мысалы. Астана, Алматы, үлкен қала. Солар ауылдан келген кезде ата-анасы болмаса бір атасы немерем оқуға түседі деп ақша беріп жібереді. Ол сол бірінші курста оқуын бастайды, негізі жақсы. Кейін бірақ сол балдардың енді көбісі деп айтамайым, бір сыпырасы осына букмекерскийге ойынға кіреді. Ауылдан әке-шешесі жіберген, атасы немереме деп жүрген ақшаның бәрін олар сол ставкіге, игровой автоматқа сөйтіп олар сөйтіп жүріп жоғарғы оқу орнынан көбейтіп аламын ғой деп кіреді ғой, бір үмітпен. Үйде ата-анама ауыртылып салмайын деп өз-өзін алдайды ғой. Үйден ақша сұрамай-ақ қояйын деп, өз-өзін алдап, өзімнің квартирамды өзім төлеп тұрам деп, сөйтіп өз-өзін алдап, бірақ кейін сол балдардың көбісі жоғары оқудан шығып қалады. Осыны дәл осы көріп отқан ата-аналар түсінеді, оны шыны керек. Бұл жерде сіздер айтып жатсыздар, жұлдыздардың казиносы, ол бұл жерде қарапайым адамдары жайлы айтқан дұрыс та. Өйткені оның ауылда әке-шешесі 60-70 мың айлық алып отыр. Өйткені сайып келген кезде опық жейтін қарапайым халық. Қарапайым халық. Бұл жерде ол әншілердің дымы кетпейді жаңағы. Кейін өздері не қылады ғой, әндерін айтып жаңағы орындарына келтіріп алады. Қарапайым халық жайлы айтқан дұрыс та. Өйткені өзінің баласына жібереді. Атасы өзінің жаңағы бір малын бағып сатып, соны немереме деп жібереді. Соның бәрін ол осы жақта ұтылады. Бірақ ол балдар енді қалаға келген ауылдан, ешнәрсені жаңағы көрмеген, ол алданады. Мен осы жақтан ұтып, мен үйдегілерден ақша сұрамай-ақ қояйын деп, кейін бірақ ол арты жаман болады да. Сол балдарды қазір енді біразын көмекке келіп жатыр. Мысалы енді өзім де көмектесіп жатырмын, шыны керек. Жаңағы былайша өзім жұмысым бар, бірақ одан бөлек қолымнан келгенше көмек берем. Осы құмар ойынның қызығына батқандардың арасында шенеуніктер де аз емес. Мәселен, осы жылдың ақпанында Түркістан облысы Шардара ауданына қарасты ауыл әкімі кабинетінде карта ойнап ұсталған болатын. Мына біздің Шардара ауылының әкімшілігі карта ойнап отыр. Халықтың қамы жейтін кісілердің баршасы. Тәртіптік кеңесте мәселесі майшаммен қырылған Әлібек Сейдалиев осыдан кейін қызметімен қош айтысты. Енді оңтүстіктен батысқа бет бұрсақ. Мына кадрдағы кісі Ақтөбе облысы ішкі саясат басқармасы басшысының экс-орынбасары. Атантай Қамбаровтың ойынға берілген сонша видеоға түсірген адамға назар аударар емес. Видео желіге тарап қызу талқыланған соң Ақтөбе әкімдігі шара қолданатынын айтып уәде берді. Қазір бізбен тікелей байланысқа қоғам белсендісі блогер Гала Бақтыбайқызы шығып отыр екен. Гала, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Айтыңызшы, мынау сіз құмар ойынға кіріп кеткендер қатарында мемлекеттік қызметкерлер, тіпті дін саласының қызметкерлері, сонымен қатар полицияда бар депсіз. Жалпы бұл ақпаратты қайдан алдыңыз? Мен қоғам белсендісі болғаннан кейін түрлі тақырыптарда өзімнің әлеуметтік желімде тақырыптар көтеріп отырамын. Соның арасында мен осы құмар ойын туралы
тақырып көтергенде менің жекеме діндарлар да шықты, әйелі, мұғалімдер, полициялар, мемлекеттік қызметкерлер шықты. Содан кейін ішінде Тараз қаласынан өтініп көмек сұраған бір қыз болды, бауырына өтініп сұрады, ағасы полиция қызметкері екен. Енді бәрін қойып, мынау дін саласының, имамдардың да ойнап жатқанын шын айтқан кезде естіп мен таң қалып тұрмын. Сонда қалай 5 уақыт намазында оқып казиноға да барған ба? Олай енді дінде жүр екен деп оларды біз идеал тұтуымыз қажет емес. Өйткені ол да адам, егер адам рухани жұтанса, ол дін саласы болмақты ғой, бас мүфти болса да ойынға барады ол. Біздің айыбымыз адамдарды идеал санаймыз. Мысалы, әншілерді періште санап аламыз да, кейін оқу жиын кезде оларды кінәлап отырамыз. Кінә оларда емес, негізі өзімізде. Сондықтан өз-өзімізге жұмыс жасауымыз керек. Иә, дін саласының келіншегі шықты, 5 баласы бар екен, күйеуім намаз оқиды дейді. Ажырасайын десем, отбасымды бұзғым келмейді дейді, ал ажыраспайын десем, қазіргі таңда өте қомақты қарызға кіріп кеткенін айтып отыр. Атын айтып түсіністей аласыз ба? Кім туралы әңгіме болып жатқан? Жоқ, әрине, ол кісі кішкене қоғамдағы танымалдау кісі, сондықтан да өз қауіпсіздігіме байланысты мен ол кісілердің атын атай алмаймын. Айтыңызшы, мынау интернет желісінде өзіңіздің мынау Facebook парақшасында жариялаған ақпаратты сіз кейін алып тастапсыз. Соған да бір себеп болды ма әлде қалай? Жоқ, мен ешқандай алған жоқ. Бар, е? Өйткені қазіргі таңда шын айтқан кезде табу мүмкін болмады, сондықтан да. Жоқ, тұр. Мен желіге салған посттарды өте сирек аламын. Егер ол адамның өзі шығып, өтініш жасап, жаңағыдай, бұдан кейін осындай болмайды деген сияқты. Абылай алмаймын ондай. Енді мына ойын бизнесі туралы заңға түзетулердің енгізіліп жатқанын өзіңіз естіген шығарсыз, иә? Енді туысын соттай алады. Сіздің пікіріңіз жалпы осы өзгеріске қатысты? Енді қарап тұрсаңыз заңдарды шығара береді, бірақ заң, расын айтайық, барға бар, жоққа жоқ. Кімнің әпкесі, кімнің көкесі бар, оған заң бар, ал қарапайым халықта, мына біз сияқты, заң жоқ. Оның бірден бір куәгері мен өзім де 2015 жылдар бір үлкен компанияға сенімге кіргеннен кейін қомақты сума салғанмын. Онымен мен күрестім, мен миссиям болды, ол компанияны жаптыру. Өз қаламда ғана жаптыра алдым қаралған кезінде, ал заң бойынша мен ешқандай өзімнің жаңағы қалауымдағы нәрсені ала алмадым. Түсінікті. Компаниялардың басшылары өте үлкен өте мықты кісілер болып тұр ғой. Қала, көптен көп рахмет сіздің сұхбатыңызға, уақыт тапқаныңызға. Қымбат сарапшылар, сіздерден сұрағым келіп тұрғаны, қазіргі таңда осы құмар ойындардың қайсысы кең таралған, әсіресе спорттық ойындарға бәс тігу мәселесіне келетін болсақ. Көп тігеді ғой қазіргі заманда. Мысалы, жаңа сіз сұрадыңыз ғой, қандай интернет желісінде жаңа блогер, вайнерлар дейсіз ғой. Мысалы, мен өзім көргенім, ол жаңағы Терри Тима, Инстаграм желісінде, Жека Фатбелли и Хаким Муракам. Сол кісілер, мысалы, кейбір вайнерларды білем, бір жағын ашым деген сияқты, ол ешқашан нені рекламировать етпейді, жаңағы спортқа ставкаларды, ал кейбірлері енді істеріне кіріспеймін, бірақ қазір көбінесе шығады ана Инстаграмда. Бүгін міне матч болайын деп жатыр, нандай командасы төбеге сілтеп, жаңағы тіксеңіздер сізге бонус болады деп шақырады как раз. Осы футбол қазір ең тарап жатқан ішіндегісі. Самат, сондай ма, сондай жағдай? Шыны керек, футбол, букмекерский контора, осы негізі Қазақстанда букмекерский контораның бәрін түгел жабу керек деп ойлаймын. Ол өйткені, былай қарасаңыз футбол, үйде, мысалы, балаңыз қасыңызда отырып, сіздің мысалы балаңыз көріп отыр мүмкін, ал негізі ол ставка қою мүмкін сол футболға. Сіз білмейсіз соны. Сіз оны кейін біраз уақыттан кейін сіз білесіз балаңыздың ойын құмар екенін. Футбол былайынша негізі жақсы спорт қой, қарағың келеді, үлкен әлем чемпионаттары неде. Бірақ бізде қазір осына не пайда болды ғой, осына букмекерский қалай пайда болды, игровая. Комментаторлардың айтқанына байланысты сыныңыз немесе ескертуіңіз бар ма? Бар, ұлттық арналарда именно тікелей эфир жасаған кезде осына өшіріліп жатқан ненің демеушісі деп букмекерский контораның атын айтады, мақұл оны айтсын. Бірақ кейін олар отырады да, қазір осы келесі команда осындай гол салғанға осындай коэффициент беріп тұр, осындай ақша тіксеңіз ұтасыз деп прямой жарнамалайды.
негізі ол дамыған мемлекеттерде ондай нәрсені айтпайды. Дамыған мемлекеттерде ол не только оны, ол спонсордың буфет, который тікелей эфирде отырып, осындай коэффициент болып жатыр, ойнаңыздар деп шақырып жатыр, мүлдем осындай тоқтату керек. Футболын көрсетсін, жаңағы ұлттық арналар. Бірақ жаңағыдай коэффициент беріп жатыр, осындай ақша тыңыз деп журналистер айтпасын. Менен сіздерге мынандай бір қызықты айтайын. Мәдениет министрлігі спорттық ойындарға бәс тігуді жаңа заңда қалдырып отыр. Не дейсіз Өмірқұл аға? Енді ол кісілер әлемдік неге сүйеніп қалдырып отқан шығар. Барлығы халықтың қызығуы, рейтингті көтеруі, мына айтып отыр ғой, жаңағы букмекерский конторалардың үлесі өте көп бұлардың қаралымына, жаңағыдай келуіне. Соған қарай біздің ұлттық спортты да көтергісі келіп жатқан. Әнуар, ал мұндағы гәп неде сіздің ойыңызша? Не үшін қалдырып жатыр деп па? Ақша, өйткені ақша төлейді ғой олар, налог төлейді. Үлкен налог мен қанша точно білмеймін, 50%-тен жоғары болар деп ойлаймын. Көбісі легальныйлар төлейді, нелегальныйлар төлемейді. Сол құмар ойын болсын деп қалдырып жатқан шығар, ақша төленеді бюджетке. Ал осы жалпы спорттық ойындарға бәс тігу кейін лудоманияға ұласып кетуі мүмкін бе? Әрине. Бұл барлық азапқа айналып келеді. Бар ма сіздерге мысалға келіп жүргенген сондайлар? Мысалы, именно спорт түріне ставка тігу, бас тігу, Самат бауырымыз осы біздің орталықта емделген. Футбол, теннис және басқа спорт түрлеріне бас тігетін. Көбінесе қарапайым халық именно бас тігеді осы спорт түрлеріне. Жаңа айтып отқан жұлдыздарыңыз, ол казино ақшалары көп кісілер казино барады. Ақшасы жоқ кісілер, ақшамыз кішкене көбейтіп алсақ деп осы букмекерский контордан табылады. Демек, осы бір бәс тігу несін алып тастау керек. Менің ойымша міндетті түрде алып тастау керек. Өйткені ол індет негізінде батпан құйрық қой. Ол лудомания дегеніміз, ол именно бас тігу, ол бір лудоманияның бір түрі. Оны спорт, немесе мынау өнер, мынау концерт екен деп бөлуге қажет жоқ сіздің ойыңызша, маманның пікірі. Рахмет, түсіндім. Сонымен туысы лудоманды сотқа бергеннен кейін казинолар мен букмекерлік кеңселер оны ойынға мәңгілікке жолатпауы шарт. Ал егер бұл ережені бұзсашы, не болмақ? Жарнамадан соң Мәдениет және спорт министрлігімен тікелей байланысқа шығатын боламыз. Экраннан алыстамаңыздар. Тікелей эфирде астарлы ақиқат, бүгінгі тақырып ойын бизнесі жайлы. Бұл туралы заңға енгізілген жаңа түзетулер жайында Мәдениет және спорт министрлігінің өкілі Дастан Рыспаевтан тап қазір сұрап білейік. Дастан мырза, армысыз, бізді естіп тұрсыз ба? Саламатсыз ба, естіліп тұр. Сонымен біздің түсінгеніміз, ең алдымен жақсы бір жайттар туралы айтайық. Ойын бизнесі жөніндегі бұл заң казино мен букмекерлік кеңселердің табысын есептеуге мүмкіндік беруі тиіс. Бұған жалпы қалай қол жеткізбекшісіздер және бұл саладағы ақшаның көлемі қандай сіздің болжамыңыз? Сұрағыңызға рахмет. Мөлшерлемелерді есепке алу орталығы бас тігудің әрбір қатысушы бойынша және олардың қабылданған мөлшерлемелер және коэффициенттер, олар бойынша ұтыстар мен төлемдер туралы ақпаратты қабылдауды, есепке алуды және оны сақтауды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар осы ақпарат салық және бюджетке басқа да міндетті төлемдердің түсімдердің ашықтығын қамтамасыз етуге әсерін тигізеді деп ойлаймыз. Өйткені қазіргі таңда букмекерлік кеңселердің қаражат айналымы бойынша нақты ақпарат жоқ болғандықтан осы бизнестегі көлеңкелі экономиканың үлесін ұлғайтады. Түсінікті. Осыған байланысты халықаралық тәжірибені ескере отырып, мөлшерлемелерді есепке алу орталығын құру бойынша құру ұсынылды. Сонда мөлшерлемелерді есепке алу орталығы ол Мәдениет министрлігіне қарасты мемлекеттік мекеме болады ғой? Ол мемлекеттік мекеме болмайды, ол ақпараттандырылған жүйе болады.
Түсінікті. Енді көпшіліктің бірнеше мәрте қойылып жатқан сұрағын қайталайын. Мынау букмекерлік кеңселерді Қапшағай мен Бурабайға көшіру жұмысы ақыры қашан басталуы мүмкін? Жалпы айта кету керек, заңды әзірлеу кезінде басты мәселелердің бірі азаматтардың құқықтарын құмар ойындардағы зиянды ықпалын қорғау болды. Сондықтан талқылау процесінде қоғамның өте жоғары тартылғандығын байқадық. Сондықтан депутаттарға осы заңдағы нормаларды қатаңдату бойынша көптеген ұсыныстар енгізілді қоғамнан. Сондықтан осы депутаттардың ұстанымдары букмекер кеңселерін арнайы ойын аймақтарына ауыстыру бойынша ұсыныс енгізілді. Қашан? Бүгінгі таңда осы ұсыныстар үкіметпен келісілді. Жалпы екінші оқылымға дейін мәжілістегі оларды көшіру бойынша 6 айға дейінгі мерзім берілетін болады. Осы мәселе қарастырылуда. Яғни заң қабылданғаннан кейін 6 айдан кейін дейсіз ғой. Түсінікті. Енді бәлкім өзіңіз естіген шығарсыз, біз осы студиямызда сарапшылармен мына бір мәселені талқыладық. Жаңа заңда спорттық ойындарға бәс тігуге сіздер рұқсат беріп отырсыздар. Неге? Бәрі осыдан басталады емес пе? Ұлттық ойындар бар ма? Ұлттық ойын қандай мақсатпен? Жоқ, бұлар ұлттық ойынға берген. Ұлттық ойындар жоқ. Тек қана спорт. Спорттық ойындарға. Футбол. Популярдық спорт. Бокс. Ішінде қандайлары бар, қандай түрі? Жауап бере аласыз ба? Неге сіздер осыған рұқсат беріп отырсыздар? Не мақсатпен рұқсат бердіңіздер? Айта аласыз ба? Ол бұрыннан келе жатқан тәжірибе, тек қана қазір біз спортты ғана қалдырып отырмыз. Яғни елімізді спортқа дамыту, дүние жүзіне таныту ғой, біздің қазақтың спортын дамыту, жалпы ғой? Қазақстандағы спортты және жалпы дүние жүзіндегі спортты. Дүние жүзі. Түсінікті? Сарапшыларымыздың сұрағы, Сізге сұрақ, мысалы, сіз айтып жатсыз ғой, Бурабай мен Қапшағай жаққа көшірем деп жатсыз. Ол мәселенің шешімі болмайды ғой негізіне келгенде. Өйткені оны интернетпен тігуге болады ғой. Соны не үшін көшіріп жатсыздар? Өйткені оны онлайн тіге беруге болады. Ол шешім емес қой былайша келгенде. Дұрыс айтасыз, онлайнда осы бәс тігу қалады. Бірақ та осы Қапшағай мен Бурабай арнайы аймақтарына көшірдің бір себебі осындай кассалардың қаладағы мөлшерін азайту. Мысалы, қалада осындай кассалардың мөлшерлері азайтылса, адамдар осындай лудамандардың саны азаяды деп ойлаймыз. Рахмет. Енді мынандай тағы бір сұрағымыз. Өйткені әрбір адамның осындай алысқа барудың қиын болады. Енді туысы мынау лудаманды сотқа бергеннен кейін казинолар мен букмекерлік кеңселер оны ойынға мәңгілікке жолатпау шарт. Солай ғой, Егер бұл ережені олар бұзса не болады? Дұрыс айтасыз. Жалпы осы бизнесті мемлекеттік реттеудің бір нысаны лицензиялау болып табылатындықтан, егер осындай шарт бұзылса, лицензияның ісін тоқтатуға дейінгі шарттар қолданылатын болады. Сондықтан бұл тәртіп букмекерлік кеңселердің тарапынан сақталатын деп ойлаймыз. Рахмет. Тағы да бір маманымыздың сұрағы бар екен, кешірім сұраймын. Осы жаңа айтып жатсыз, спорт, салық, бюджетке келеді, ақша келеді деп жатсыз, сол үшін рұқсат бердік деп жатсыздар. Сонда осы лудаманның отбасына, немесе лудаманның еміне кім көмек береді? Немесе осы букмекерлік кеңселердің мойнына іліп қою керек шығар, жауапкершілікті осы емдеу керек осы жігітті там или
еміне как бы үлес қосу керек деп. Немесе Орталыққа үкімет көмек көрсете аласыз ба? бір ақша бөлмейді, осындай орталықтар ашып, осындай орталықтарға көмектесіп кішкене. Себебі қазіргі таңда біздің Қазақстанда өте көп отбасылар қазір зардап шегіп жатыр. Өте орынды шын мәнінде сұрақ қойылып жатыр. Аға, жауап бере аласыз ба? Осы лудомандарды емдеуге бір мемлекеттен қолдау көрсетіледі ме? Әлде бұны денсаулық сақтау министрлігімен ақылдасу керек пе? Оны, ол біздің құзыретімізге жатпайды. Оны сәйкесінше денсаулық сақтау министрлігі жауап берген дұрыс шығар деп ойлаймын. Дастан мырза, көптен көп рахмет. Жалпы осы қызметке келгеніңізге көп уақыт болған жоқ екен. Қадамыңыз құтты болсын. Жалпы бірақ мынау спорттық ойындарға бәс тігу мәселесі бойынша тағы да қайтара ойлануыңызды сұраймын. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бізде небәрі 2 минут қана уақыт қалыпты. Қазір бізді көріп отырған миллиондаған көрермендер, соның ішінде құмар ойынға есі кеткендер бар, олардың туыстары бар, олардың ата-аналары бар. Қысқаша қайырып, өз кеңесімізді айтсақ, Өмірқұл аға, өзіңізден бастасақ. Барынша жастарды бұл ойынға апармауыңызды жақындатпауды сұраймыз әрине. Тек қана бұл жағы азарттан бөлек балалардың атыс шабыстан, бір-бірін өлтіріп ойнаудан кәдімгі қылмысқа баруда нелері бар, қауіптері бар. Сондықтан балалардан абай болайық деймін. Ал туыстарына қандай кеңес бере алатын едіңіз психолог ретінде? Мен жаңа айта кетерін, бала өскеннен бастап, көбінесе 7 жастан бастап ата-анасы қадағалағаны жақсы. Бірінші, екінші бұл жерден әкенің көп тәрбиесі керек. Қазір біздің әкелер көп жұмысына арнайды, содан үйіне шаршап келеді, мен сендерді бағып отырмын деп. Сондықтан да мен айтарым, әкелік тәрбие көп бұл жерде рөл атқарады. Ынтымақ керек. Ынтымақ керек отбасылық, және бұл жерде азартқа бейім ер адамдарға әйел адамның өзінің әйелін көп қолдау көрсеткенін қалаймын. Самат мырза, жалпы жоқ деу мүмкін ғой, сіз өз мен айтатыным өміріңізде соны дәлелдей білдіңіз. Ол ойынға құмар үйде береке болмайды. Мысалы, әке шешесі, қарындас, бауырлары бәрі ол күлмейді, өйткені ол үйде үлкен проблема бар, игроман бар. Сондай отбасыларға айтатыным, өйткені мен сіздердің үйде не болып жатқанын мен білем, өйткені өзімнің бойымнан осының бәрі өткен. Сол үшін мысалы балаңыз болса, балаңызбен ашық сөйлесіңіз, келіңіз, айтыңыз, мен сені түсінемін, ойында екенсің. Егер мысалы бір үйдің әкесі құмар болса, онда балдары әкесімен ашық сөйлесу керек. Емдеу мекемесіне алып барып емделуіміз керек, алып келсін. Ол емделетін не? Бірақ ол бір күнде емделмейді. Оған менің өзім 3,5 ай жаттым. Сонымен казино, букмекерлер, карта талай тағдырды талқандады. Шаңырақтарыңызды шайқап, әйелін күйеуінен, баласын әкесінен айырды. Жылдар бойы жинаған дүние санаулы сағатта ауаға ашты. Өтірік сөйлетіп, қылмысқа да итермеледі. Азарттың адамзатқа тартқызған азабы осындай. Кэшті ойлаймын деп кешігіп қалмаңыздар. Сау болыңыздар.